Российские депутаты возмутились положением дел с русским языком в Казахстане. Вы знаете, на эмоциях о положении русского языка в Казахстане можно наговорить многое, но факты – упрямая вещь. В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Вы знаете, я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может быть, Белоруссии. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке. Это при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка? Вы знаете, в Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского, опять же, языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане, по меньшей мере, несправедливо. И поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране, в принципе, подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу – казахи, русские или представители других этносов. Более того, вы знаете, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. Совет жауынгерлері, ата бабаларымыз, көкелеріміз қан кешіп, фашизмнің ордасын құлатты. Ал екінші бір асығып келгенім, кеш кетіп келдім. Өйткені осыдан 2-3 күн бұрын теледидардан президент әкімшілігіндегі чиновник Дәурен Әскербекұлы Абаевтың интервьюін көрдім, шыдай алмадым. Дәурен мырза, мен сіздің саясатыңызда шаруам жоқ. Мен қызметке қызықпаймын. Сіз сол орыс журналистіне беріп тұрған интервьюде мақтандыңыз. Бұл олар талдап жатыр. Сіз неден мақтандыңыз? Біздің Қазақстанда дедіңіз. 90% орысша сөйлейді дедіңіз. Ал қанша процент қазақша сөйлейтін неге айтпадыңыз? Орысша сөйлейтін 90%-ке мақтанып тұрсыз. Ал өз ұлтыңыздың тілін неге солай көтермейсіз сіз? Olmaydı бұлай. Сондықтан келіп тұрмын. Неге келдім? Өйткені осы орда Рейхстаг әлем құлатқысы келді, фашизмді. Ешкім дауаламады. Сол кезде сіздің көкеңіз, атаңыз қазақ Рахымжан Қошқарбаев тұңғыш ту тікті. Сол жерде айтқым келді осы сөз сізге. Осы Берлинде жатыр. Түрк әлемінің басын біріктірем деп, қазағым деп өліп кеткен Мұстафа Шоқай. Кеше дұға қылдық. Осылардың аруағынан ұятау деп ойлаймыз. Мен сіздің қызметіңізді ауыстырыңыз деп мен айта алмаймын. Өйткені сіз ауыстырмайсыз бәрі. Сіздер сол қызмет үшін өмір сүресіздер. Ұлт үшін емес. Қатты айтты демеңіз. Сіз нені ауыстырасыз? Сіз фамилияңызды ауыстырасыз ба? Абай атамыздан ұятты. Ол да қазағым деп сол жаңғырық жартастан шықты деп жылап кетіп еді. Түсіңізге кіріп кетуі мүмкін. Әскербек деп жазсаңыз болады, Дәурен Әскербек деп. Танимыз сізді. Қатты айтты демеңіз. Сізге танитын шығарсың мені. Шаршар театрының артисі, директоры Уәлібек Абдырайымов үңгірден шыққан ұлттың өкілімін. Айып етмеңіз, кешіріңіздер. Аю үшін бағында сатқандар, қою үшінде тонында арын сатқан құлданған санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың?